Егер адам өз мақсатына пайдаланғысы келсе, оны таныстарыңыздан сызып тастаңыз. Өмірдегі ең жақсы мұғалім ол тәжірибе. Қымбат болса да, түсінікті түрде түсіндіреді. Сүйікті адамыңның сөздері әлемдегі барлық дәрілерден жақсы емдейді, және барлық жазалаушылардан тезірек өлтіреді. Саған сатқындық жасаған қолдарыңды сындырғанмен бірдей. Кешіре аласың, бірақ құшақтай алмайсың. Қол жетімді емес, лайықтысын таңдаңыз. Сонда сіз уақытша ләззат емес, мәңгілік бақытқа ие боласыз. Жүгірген құлайды, жорғалаған құламайды. Сүйікті болу бай болудан артық, өйткені сүйікті болу бақытты болу деген сөз. Сұлулық көргеннің көзінде. Басқалардың не ойлайтыны маңызды емес, өйткені олар бәрібір бірдеңе ойлайды. Сондықтан өзіңізді бос ұстаңыз. Сіз не есте сақтағыңыз келеді, әрқашан есіңізде болады. Адам өмірінің мәнін көру үшін армандау керек. Міне менің құпиям, бұл өте қарапайым. Қырағылықпен сіз ең маңызды нәрсенің жүрегін ғана көре алмайсыз. Барлығы әдемі раушан гүлін, жақсы досты әдемі түнді қалайды. Раушан гүлді тікенімен, түннің жұмбағымен, досты оның мәселелерімен сүйе білу керек. Кейде біздің жарығымыз сөнеді, бірақ оны басқа адам қайта жағады. Жарығымызды сөндірмеген адамдарға қарыздармыз. Сіздің өміріңізден қанша адам өтеді? Жүздеген, мыңдаған адам кіру үшін есікті ашық ұстау керек. Бірақ бұл олардың кез келген уақытта кете алады дегенді білдіреді. Өмірде бір шырақтан мың шырақ жағуға болады, және сонымен өмірі қысқарып қалмайды. Бақытты бөліскенде азайып қалмайды. Бақытты немесе бақытсыз адамды тек қана оның ойлары жасайды. Сыртқы жағдайлар емес, өз ойларын басқарып, өз бақытын басқарады. Адамдар басқа жаққа көшіп кетсем, бақытты болам деп ойлайды. Қайда көшіп барсаң да, өзіңді алып барған болып шығады. Сенің алдыңнан қанша есік жабылса да, маңызды емес, есіңде сақта, сен үшін арнайы жасалғаны бар. Сізді бақыт ететін затпен айналысуыңыз керек. Ақшаны және сәттілік деп саналатын тұзақтарды ұмытыңыз. Сізде бір ғана өмір бар. Махаббат баға жетпес сый. Бұл біз бере алатын жалғыз нәрсе. Үй бұл сенің жүрегің бар жер. Өткен әрқашан кері қайтарылмайды. Онда бірнеше, бірақ күшті бұлақтар ағып жатыр. Олар бізді түзеп, болашаққа итермелейді. Сіз ала алмайтын нәрсе әрқашан сізде бар нәрседен жақсырақ болып көрінеді. Және бұл адам өмірінің романтикасы мен ақмақтығы. Өзгенің өмірін нұрландырған адам ешқашан нұрсыз қалмайды. Өзі ренжіген адам өзгені де ренжітеді. Бақытты адамдар зұлым бола алмайды. Тек абсурдтық әрекет жасаған адамдар ғана мүмкін емес нәрсеге қол жеткізе алады.
Нағыз ұлылық өзіңіздің маңыздылығыңызды түсінуден басталады. Нағыз бақыт жан тыныштығы. Қуат іш киім сияқты, оны үнемі өзгерту керек. Ақмақтықтың бірінші белгісі ұяттың толық болмауы. Асыл адам өзіне талап қояды, төмен адам өзгелерге талап қояды. Көбінесе ең жақсы дәрі онсыз жасау. Көтерілген кезіңде достарың сенің кім екеніңді біледі. Құлағанда сен достың кім екенін білесің. Егер алғаныңыз ұнамаса, бергеніңізді өзгертіңіз. Ақылды адамдар ренжімейді, бірақ қорытынды жасайды. Табысты болғыңыз келсе, айналаңызды табысты адамдармен қоршаңыз. Ешқашан берілме. Әрбір арман сізге оны жүзеге асыру үшін қажетті күштермен бірге беріледі. Қайғыңның үстінде Құдай болса, дауыл болмайды дегенді білдірмейді, бірақ қайғың суға батпайды деген сөз.